айдай біздерді жіберденді бөліп қандай жарасқан басыңызға бөрік қандай біз ақын сырын ақын білер деген бар ғой осы сөзді көңілімізге өріп қалмай біз ендеше екеуміз айтысайық мұқаңа фариза қыз жолыққандай елінің ертең үшін уайымдаған мұқаң жайлы алдыңда ұлың қайырмақ ән өр мұқаңның фотосы да шықты міне жасаған күні кеше тойындалам соққан жел мұқағали деп ән салады мұқағали деп жыр айтат сайындалам 80 жылдық тойына өр мұқаңның табиғат бір ескерткіш дайындаған осындай ақындардың ұлылығын табиғаттың өзі де мойындаған қалайша сенімен мен түйіспейін сезініп тұрмын ғой мен күй іштейін мұқағали тілімен бір айтайыншы теңізге иек артқан мүйістейін әпкетай мен өзіңе тиіспейін тек қана бұрыннан иіскейін алтын бегім иіскейтін тек қана тиіспейтін іні болсаң мен саған әпке болам онсыз да бүкіл қазақ туыс дейтін сен өзі мұсылманның баласысың кеседен бісмілләсіз су ішпейтін айтайық ұлағатты ұрандарды жасымнан жаным жырға құмар болды мұзбалақ мұқағали арта туған хан тәңірі шыңына қыран болды жасымнан қара өлеңге құмартқан соң бүгінде сол өлеңге сыңар болды елім деп тоқтаған мен ақын жүрек артында жаңғырық боп жыран қалды мұқағали ақынның әр өлеңі жақұттай шағылысып тұрар мәңгі алалай өлеңдер құлағыңа сіңіп қапты қыран боп алтынбекті бүріп қапты бұл мөлдір қызым қандай өлең айтады деп мұқағали құлағында түріп қапты мұқағали даламыздың тарпаң ұлы туған жері қара саз ғой хан тәңірі
Ал енді сол мұқаңның өзі болса, қазақ поэзиясының қан тамыры. Сенімен шабысқанда тебіскенше, қиын болады жағдайымыз келіскенше, осы мен сөзімді мен тоқтатайын, ауатке аман болғын көріскенше. Жасап жатыр мінекей хабар айтыс, бұған енді құлақтарды бұрыңыз, мойындарды бұрыңыздар. Ағайын құлақ түріп қарасаңдар, көрерменді таңғалдырар жырымыз бар. Осыменен орнымыздан тұрамыз біз, көрермендер шапалақты ұрыңыздар. Осындай сәт келгенде айтатұғын ақын болып, әрқашанда шынымыз бар. Тынысы кең тұлпарларға ағайындар сымысымен дауыс беріп тұрыңыздар.